8-ші сынып алгебра пәнінен 3-ші тоқсанға арналған жиынтық бағалаудың тапсырмаларын талқылаймыз. Бірінші есепте дүкенде барлық сатылған қолшатырдың жинақталған жиілігін табу қажет. Ол үшін мына сандардың барлығын қосып шығамыз. Бізде 638-ге тең болады. Олай болса, бірінші есептің жауабы с-ға тең екен. Екінші есепте функция берілген y функциясы және координатасы 3-15-ге тең нүкте арқылы өтеме деп сұрап тұр. Олай болса, x-тің орнына 3-ті қойған кезде y-тің мәні 15-ге тең болса, онда жауап дұрыс болып саналады. Олай болса, біз x-тің орнына 3-ті апарып қояйық. Мына жерде x-терге -3-тен 1, 3-тің квадраты 9 көбейтілген, қосылған 5 көбейтілген 3, қосылған 3. 9 пен 3 қысқарады, 3 қалады. -3 пен плюс 3 қысқарады. Сонда 15-тің өзі шығады екен. Бұл есептің жауабы дұрыс. Үшінші есепте функция берілген. Осы функция y өсін қияма. Оны анықтау үшін бұл функциядағы x-тің мәндерін 0-ге теңестіреміз. X-тің орнына 0-ді апарып қойған кезде y-іміз -12-ге тең болады. Y өсін қияды деген сөз. Келесі есепте OX өсімен қиылысу нүктесін табу қажет. Ол үшін бұл функцияны 0-ге теңестіреміз. V теоремасы арқылы түбірлерін анықтаймыз. Яғни x1 қосылған x2 тең -1-ге тең болу керек. Екеуінің көбейтіндісі -12-ге тең болу керек. Яғни бұл сандар x1-іміз -4-ке тең, x2-іміз 3-ке тең екен. Симметрия осының теңдеуін жазыңыз. X немесе ол m-ге тең. M-нің формуласы -p бөлінген 2a. -p бізде 1-ге тең, -1 бөлінген 2 көбейтілген a да 1-ге тең. Олай болса, -2-ден 1. Яғни x-іміз -2-ден 1-ге тең, y-іміз -12-ге тең. Келесі графикті саламыз. -0,5, y-іміз -12. Екеуінің қиылысқан жері осы жер болады. Яғни бұл графиктің параболаның басы болып саналады. -4 және 3 нүктелері арқылы өтеді. Парабола тармағы жоғары қарайды. График осы түрде болады. Төртінші есепте жұмысшылардың жалақы мөлшері берілген, яғни 1000 қадаммен құрастыру қажет. Мен 2300 бен 3300-дің аралығы деп алдым, яғни арасы 1000 қадам болу керек. Келесі 3300 бен 4300, 4300 бен 5300, 5300 бен 6300 аралығы. 2300 бен 3300-дің аралығында қанша жиілік болды? Яғни 1 және 2 жиілік болды. Саны 2. Келесі 3300 бен 4300-дің аралығындағы сан бізде 1 ғана. Келесі 4300 бен 5300-дің аралығы бізде 1, 2, 3 екен. Келесі 5300 бен 6300-дің аралығы бізде 1. Бесінші есеп бізде мәтін есеп берілген. Қорапшаларға барлығы 234 фломастер тең бөлініп салын. Яғни біз бір қорапшада қанша фломастер бар екен білмейміз. Ол белгісіз. Барлығы 234 бір қорапшада белгісіз қанша фломастер бөлінеді дейді. Және егер әр қорапшада 5 фломастерден артық салса, қорапша саны 5-ке азаяды. Олай болса, біздер теңдеу құрамыз, яғни 234 қанша бөлінгені белгісіз, ол x-ке тең. Және артық салса, қанша азаяды дейді. Азайтындысы 234 бөлінген x қосу 5. Азайтылған 5 де болады, немесе 5-ке теңестіруімізге болады. Біз бөлшектен құтыламыз. Ол үшін ортақ бөлгішін анықтаймыз. Ортақ бөлгіші x және көбейтілген x қосылған 5.
тоқташ көбейткіштен береміз. X қосылған 5. Бұған X-тен береміз. 5-тің шекесіне X қосылған 5-тен келеді тоқташ көбейткіш. Бөлшектен құтыламыз. 234. X қосылған 5. Азайтылған 234X тең 5X. X қосылған 5. Жақшаны ашатын болсақ, 234X қосылған 234-дің 5-ке көбейтіндісі 1170. Азайтылған 234X. Азайтылған 5X квадрат. Кезде екі түбірдің қосындысы минус 5-ке тең болу керек. Ал екеуінің көбейтіндісі минус 234-ке тең болу керек. Ол қандай сандар? Ол X1 тең минус 18, X2 13. Олай болса жауабы бір қорапшада 13 фломастерден болған екен. 6-шы есепте дененің функциясы берілген. Бұл функцияның биіктігін және секундын анықтауымыз қажет. Ол үшін берілген функцияны 0-ге теңестіріп аламыз. Минус 3-ті шығарып жіберейік. Жақша ішінде t минус 4. T1 0-ге тең, T2 плюс 4-ке тең. Олай болса 4 секундта жерге құлайды екен. Жауабы 4 секунд. Соңғы есеп. Концерт залына келген адамдардың саны және жастары берілген. Бірінші сұрақ: адамдардың ішінен нешеуі 20 жас пен 30 жас аралығында? Олай болса бізде жастың жазылған сандары астында тұр. Яғни 20 жас бізде 20 мен 25 жас аралығында. Барлығы 20 адам бар екен. 20 адам. Бізге 30 жастың аралығы керек. Келесі 25 пен 30 жастың аралығында. Барлығы 35 адам бар екен. Олай болса 20 мен 30 жастың аралығында 55 адам бар екен. Концерт залына ең көп келген адамдардың жас аралығын көрсетіңіз. Бізде ең көп келген аралық ол 15 пен 20 жастың аралығындағы адамдар көп келген екен.